Biz мысалы кейде бір үй салатын кезде ұрынатын жерлеріміз бар ғой. Біреулер мысалы банкқа ұрынады, анаған ұрынады, 20 жыл былай деген нәрселер, төлеп деген мәселелер. Сіз одан да бір жер алып, сосын бір осындай аласа бір үй салыңыз. Времянканы айтып отқаным ғой. Времянка саласы да, сосын 20 жыл өзіңіздің еңбегіңізбен салыңыз ана үлкен үйді. Менің айтқым келіп тұрған нәрсе, бізде неге времянка деп, уақытша пана деп аталады? Өйткені сіз бұда тұра тұрасыз да, сосын үлкен үйге көшесіз. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйінің көлемі сол біздің времянкамыздан да төмендеу болған, аласа болған. Және ол оның уақытша емес, ол оның осы дүниеде, осы үйде озған өмірден. Ол оның осы тұрақты үйі болған. Бұл жерде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осындай Аллаға ғана мұқтаждығын танытып та, Аллаға ғана мұқтаждық. Мына дүниеден маған осы бір қабырға бір не жетсе болды дегендей үлкен несін көрсетіп кетті ғой. Өйткені бұл кісі ақыретті дүниеден жоғары қою керек деген кезде бұның ең мықты үлгісі өзі болды ғой.